Assalamu alaikum, Universal KG kanalının görüntüleri. Biz sizlerle sizleri tanıştırıp жатқан Oş şehrindeki Atatürk Parkı'nda turabız. Atatürk Parkı 2016 yılı kurulup пайдалануға берілген. Türk Respublikasының қаражатымен 15 milyon тегерегіндегі қаражат кеткен. Мына сіздер көріп тұрған парк бүгінгі күнде балдар үшін, есалықтар үшін ең ыңғайлы жай болып есептеліп қалды. Өзіңіздер көріп тұрғандай жаштар, барлық құрақтағылар сол жерде келіп есалып, демалып жатқан ең соңғы парк айланды. Әлбетте, парк болғаннан кейін адамдардың есалысына ыңғайлы шайықтар түзіп келе. Ал тура бірақ сондай болса дағы біз мына жолда кетіп отырмыз. Мына ең соның парк болды. 15 milyon тегергенде қаражат сақталған парк. Мына аз сіздер менен сен әлі мындай қыласың ба? Мына урматты көрушілер, ошол Ататүрк паркының дағы бір жерін сіздерге таныстырайын деп мен кетіп отырмын. Мына аз сіздер көріп тұрған маңдайда жас балдар, қыздар ойнап жатқан, машығуучу, көнігу жасай тұрған ең сонун тренажерлар көріп тұрасыздар. Мына 2016 жылы құрылған болса, 3 жылға жетпей миллиондаған қаражат сақталған ең сонун тренажерлар бүгін мына Сымбайбалық еліп отырады. Мына сіздер көріп тұрған тренажер, бұл массаж ойыс жері барлы қалқаланған сынған Сымбайбалық еліп отырады. Бұл жерде яшы 15 жаштан баштап 80-90 жашқа чейинки адамдар, ұлғайған адамдар, жаштар, орта буындағылар келіп өзін денесін чыңдап, машығып, өзін денсаулығын чыңдап тұрған жайлы. Өзіңіздер көріп тұрғандай, қазір бүт-бүттар талқаланған, сынған ауалға келіп отырады. Мына сіздер көріп тұрған дағы бір машығу көнігу жасай тұрған нәрсе, мұның дағы бұттары, етектері сынып, бұндай ауалға келіп отырады. Андан кейін келсек мына көрдіңіздер, бұттары сынып ештеңеге жарабай қалды. Ушундай ауалға келген тренажерларды өзіңіз көріп алыңыздар. Дағы бір машығуучуга келдік, мына талқаланған, ештеңесі қалған жоқ. Ушундай ауалға келген дағы бір машығуучу тренажерді көрөбүз. Мұның бұттын көргөзүп коелу мына сіздерге. Бұл дағы талқаланған жараксыз ауалга келип отурат. Андан кейін дағы бір машыгуучу тренажерді көрсөтөбүз. Буттары талкаланган, пайдалануудан чыккан көрүп турасыздар. Андан кейін көрдүңүздөр. Андан кейін көрсөтөбүз. Мынакей дагы бір тренажер навалын көрүп турасыздар, талкаланган, машыгууга эч мүмкүн эмес. Андан кейін дагы бір тренажер көтөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай миллиондогон акча сатылган ушул тренажерлорго. Бүгүнкү абалы ушундай. Эмне үчүн ушуну Ош шаарынын мэриясы же болбосо Ош шаардык спорт комитети ушуга бир көз салып койбойт? Себеби буга канчалык каражат кетти эле. Мына азыр бүгүнкү күндө машыгууга мүмкүн болбой калды. Эгерде сиздер Универсал каналын көрүп турган болсоңуздар, урматтуу Ош шаары мэриясынын өкүлдөрү келип Түркиянын акчасын эле курулган эле деп гана тим болбоңуздар. Түркия куруп берди эле деп шаардана кылбастан мына өзүңүздөр келип көрүп, ушуну кайра өзүнүн кароона келтирип койсоңуздар, ушул жерде жашоочулар үчүн, Черемушка элинин жашоосу үчүн чоң сооп кылган иш болор эмес. Ошондуктан сиздерге дагы бир жолу кайрылып кетем, урматтуу. Ошондуктан урматтуу Ош шаар мэриясынын жетекчилери, дагы бир жолу кайрылып кетем. Келип ушуну калыбына келтирип оңдоп коюңуздар. Анткени ушул Черемушка районунун жашоочулары ушундай көнүгүү жашоого, өздөрүнүн денсаулыгын чыңдоого муктаж. Черемушка элинин жашоочулары сиздерден чоң үмүт кылат. Биздин каналыбызды көрүүчүлөрүнө дагы бир кайрылып атабыз. Сиздер дагы ушуну башка көрүүчүлөргө таркатыңыздар.